Al endi şart qurur. Suretga qarab turib o'zing shart qurasan. Söyley aytamiz. Aha. Qorada Aytib bersangiz. 24 qo'y. 24 qo'y. Qarag'ay qo'yasiz. Ikkinchi qorada 45 qo'y. Aytib berasiz. Barlig'i necha qo'y? So'rab. Shishuni 24 ta qo'shamiz 45 ga. Teng bo'ladi 69. 69 tomosha, olishga shart qo'ying. Javobini Ne aytamiz javobini? barlig'i 69 qo'y. Yaxshi. Yaxshi tomosha. Yaxshi. Осы сурет qanday yesib qilasiz? Men barlig'i 69 qo'y. Yaxshi. Birinchi qorada necha qo'y? Ikkinchi qorada 45 qo'y. Sonda So'roq qanday bu? So'rog'i birinchi qorada necha qo'y? Yaxshi. Просто shart qo'y. Bir barlig'i Sizdan жазамыз. Birinchi qorada belgisiz. Al ikkinchi qorada So'zlarni aslashib yozib. besh qo'y. 5 qo'y. Qaysi shishunga? Shishunga neni topamiz? Nima shishunga? Shishuve. Hozir men 69 dan 45 ta olaman. Azaytasiz. Javobi ikkinchi qorada Ikkinchida turmasmi? birinchi qorada 24 qo'y. So'roqqa javob beramiz. Sen qanday o'ylab topding? Men birinchi qorada 24. Yaxshi, yani birinchi turda 24. Shundan beri yozamiz. Birinchi q 24 ma'qul. Aha. 24 ne u?
бұл қой. Қой деп қасына жазып қой. 24 қой. Ары қарай. Екінші сөйлеп айтады. Екінші қорада. Толықтай айтып тұр. Екінші қорада. Екінші қорада біріншіге қарағанда 4 есе кем. Жақсы, сен бөлу амалымен жұмыс істейін деп жатсың. Одан 4 есе. Жақсы, кем дедім. Одан, яғни біріншіге стрелка қойың, иә? Жақсы. Одан кейін барлығы неше қой? Жақсы. Енді барлығын табамын дейді. Барлығы неше деп жазбаймыз? Сұрақ қойып. Жақсы, таза болу керек, қайтеміз. Сұрақ. Неше? Ол не? Неше қой? Қой деп жаз. Толық анық болу керек. Ал Шешуі. Қадам-қадаммен бойып жазамыз. Бірінші мына екінші қораның тауып, сонымен барлығын табамыз. Аха, таба ғой. Қалай бірінші қадам? Бірінші қадам 24-тен 4-ті бөлеміз. 24-ті 4-ке бөлеміз. Жақсы. Жауабы 6. Аха. 6 деген не ол? 6 деген не? Ол екінші қораның жауабы. Екінші қорада қой, тамаша. Екінші. Сұрағым. 6 деп. Екінші қораның тауып алдық, сонан кейін барлығын қосамыз. Бірінші 24. Белгілі, иә, өйткені. 24 қосу, екінші қораның жауабын жазамыз. Тамаша. Сонымен барлығы 30 қой. Жақсы. Яғни екі қорада барлығы 30. Айтайын, 30 Қой. Қой екен, жақсы. Балалар енді осы сурет арқылы түрлі есеп шығаруға болады, иә? Басқаша түрін тағы да шығарамыз. Және соның шартын, сұрағын, шешуін, жауабын толық анықтап жазып береміз. Иә? Жаңа алдында біреусін құрастырдық, қосуға арналған. Енді көбейту, болмаса бөлу араластырып құрастырайықшы. Келдік па? Аха, құрастырыңдар. Бірінші құрада. Жазғаныңды көрейін. Бірінші қорада 56 қой, екінші қорада 8 қой. Артық. Бірінші қорада. Жақсы. Енді бастап атсың ба? Қан? Екінші қорада 8. Екіншіге қарағанда неше қой? Енді неше қой қандай? Артық па, кем ба? Жазуың керек. Қазір сенің жазып тұрғаның мен саған сразу түсіндіре кетейін. Не біріншіге, не екіншіге қойылып тұрған жоқ, дәл ортада қалып қалды. Мына сұрақ бірінші қорадағы қойға беріліп тұр ма, жоқ екінші қорадағы қойға беріліп тұр ма? Бірінші. Ол үшін біріншінің тұсына жазасың. Көрдің ба? Бірінші қорадағының тұсына жазу керек. Сонда сенің сұрағың дұрыс анықталады. Қазір екеуінің ортасында қалып қалды. Біріншіде де емес, екіншіде де емес. Келесі жол соны анықта. Соны не қылып отыр? Ескеріп отыр, аха? Консенсус шығарып жатсың. Бірінші қорада 56 қой. Қолыңды ал. Екінші қорада 8. Бірінші екіншіге қарағанда неше? Мынау қай қой артық, ә? Жақсы, ары қарай шығара бер, қазір шешуін көреміз. Жаңа қосуға шығарғанбыз, енді
қорада 69. Екінші қорада 9 ба? Иә. 63 екен ғой, 69 екен деп тұрмын. 63 неше есе артық дейді. 7. Бірінші қорада 7 есе артық. Тамаша, жақсы. Уже ойыңды жинақтай бастапсың. Бірінші қорада 56. 8 қой, шешу не істейсің? Шешу 56 бөлу 8. Қанша шығады? Тен 8-дің таблицасында 56 болатын қайсан? Сол мәні. Жылдам айтамыз. Жеті. Таблица жаттау керексің. Енді жауап бергенде қалай жауап бересің қазір? Жауабы бірінші қорада екінші қораға бірінші қора екінші қораға қарағанда 7 есе артық. 7 жауабы бірінші қорада 7 есе артық деп жазасы сақта болады, е? Қан, сен жазасы басын көрсет. Бірінші қорада 56, екінші қорада 8 есе артық. Есе артықтың алдына не қоямыз? Неше? Есе артық. 7 жауабына не жазасың? Не жазасың? Айта ғой. Сразу айта сал, мектеп. Жауабы бірінші қораға қарағанда екінші қора 7 есе екен. Артық. Қарағанда емес. Қайталап. Не деп жазасың қазір толық? Бірінші қораға дұрыс емес айтып отқаның. Бірінші қораға деген жоқсың ғой? Қорада 7 есе артық. Болды. Несе есе артық. Сен кіре тура ортасына түсіп қапты, не біріншіде емес, не екіншіде емес. Қайсына сұрақ қойып тұрсың? Біріншіге қойып тұрсаң, біріншінің тұсына жазасың, екіншіге қойып тұрсаң, екіншінің тұсына жазасың. Кәне. Бірінші қорада 56 қой, екінші қорада 8 қой. Бірінші қора, екінші қораға қарағанда неше есе артық. Шешу 56 бөлеміз 8 тең 7 қой. Жауабы бірінші қора, екінші қораға қарағанда 7 есе артық қой. Бірінші қорада деп айтасың, жалғауларын дұрыстап жазыңдар. Қатты шимақтап бастырып тастапсың, е? Бірінші қорада 20 қой, екінші қорада 30 қой. Шешуі 20 бөлу 30 тең 6 қой. 20 мен 30 бөлінбейді, сенікі дұрыс емес. Қане? Бірінші қорада 56 қой, екінші қорада 7 қой. Барлығын неше қой депсің? Барлығын табу үшін дұрыс. Сен қоса салғасын, е? Сұрағың барлығын табу екен. Қарағанда деп айтпапсың. Енді 56-ға 7-ні қосқанда 63 жауабы бірінші қорада 56 қой емес. Қазір сен 63 деп шығардың ғой. Енді не деп жауап бересің? Сұрақ қай жақта тұр? Қай жерде тұр сұрақ? Сол сұраққа жауап бересің. Сұрақ не деп тұр? Барлығы. Барлығы. Сен жауап бергенде? Барлығы. Қанша? 63. Даусымыз шығарамыз? 63. Толық жауап береміз. Барлығы 63 қой. Өсіп жазуың керек еді. Сұрағың мен жауабың сай келіп тұрған жоқ. Ал оқиға. Бірінші қорада 56 қой, екінші қорада 7 неше есе артық. Міне, бірінші қора екіншіге қарағанда неше есе артық. Міне, шешуі 56 бөлеміз 7-ге тең 8. Жауабы бірінші қора екінші қораға қарағанда 8 есе артық. Қорада дейсің. Бірінші қорада екінші қораға қарағанда 8 ерте артық. 56 ғой екен ода. Жақсы. Бірінші қора 56 қой, екінші қора 9 қой. Барлығы неше қой дейді. Сұрақ басқа, шешіп атқан амал таңба басқа. Барлығын табу үшін не істейміз? Не істейміз барлығын табу үшін? Дауысын шығарамыз?
қосамыз. Сен бөлгенсің. Болмаса, мына жердің сұрағы дұрыс емес. Бөлу үшін не істейміз? Бөлу үшін не істейміз? Бірінші қора нешеге артық деген. Неше есе артық десең, бөлесің. Есе бөлуде балалар есе деген сөз қосылады. Есе артық, есе кем деген бөлумен көбейтуде. Есе деген жоқ болса, артық пен кем деген қосу мен азайтуға арналады. Осыны